Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Енді мен сендерге математика пәнімен қатар қазақ тілі пәнінен де видеолар салып тұруды жөн көрдім. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау, 79 сабақ, 72-76 жаттығулар аралығы. Бұл екінші сынып балалар. Бірінші жаттығу бізде 72-ші жаттығу екен. Бұл жаттығуды орындамас бұрын алдымен жұрнақ пен жалғаудың ережесін қайталап алайық. Жұрнақ дегеніміз не, жалғау дегеніміз не? Бұл екеуі де қосымша. Екеуі де сөзге жалғанатын қосымша. Бірақ жұрнақ дегеніміз ол сөздің мағынасын түбегейлі өзгертеді, ал жалғау дегеніміз ол сөздің мағынасын өзгертпейді. Енді бұл жерде өлеңді түсініп оқы дейді. Түсініп оқып көрейік. Біздер шымыр жүйрікте, допты торға тоғыттық, епқан емес бірлікте, керек екен сонықтық. Яғни біздер шымыр, яғни мықтымыз, әрі жүйрікпіз дейді. Яғни бұл жүгіріп ойналатын ойын. Допты торға тоғыттық дейді. Яғни допты торға қарай бағыттадық дейді. Еп қана емес бірлікте, бұл жерде ептілік қана емес, әр адамның ептілігі ғана емес, команданың бірлігі де керек дейді. Керек екен сонықтық дейді. Бұл жерде футбол ойыны туралы айтылып тұр деп ойлаймын. Енді қарамен берілген сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін ажырат дейді. Алдымен қарамен жазылған сөздерді іздейміз. Біздер допты торға, оны бөлек жазып аламыз. Енді қараңдар, біздер, яғни сөздің мағынасы өзгерген жоқ, иә? Біз деген біз, сол біздер деген оның жай ғана көпшет түрі. Допты, доп деген түбірі доп, допты, яғни нені допты, сол бір доп туралы айтылып тұр. Тор деген сөз түбірі тор, оған ға деген қосымша жалғанды, яғни торды, торға, яғни ешқандай мағынасы өзгерген жоқ, сол бір тор туралы айтылды. Бұл жалғау екен, барлығына жалғанған қосымшалар жалғау екен. Келесі 73-ші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Спорттық жарыстарда болады төреші, тәртіпті ол қадағалайды, әділ болуы төреші тиіс. Бұдан не түсінеміз? Бұдан түсінетін нәрсеміз сөйлемдегі сөздердің әрқайсының өзінің орны болады, сондықтан ол орнын ауыстырып алсақ, сөйлемнің мағынасы дұрыс келмейді. Сөйлемнің мағынасы дұрыс болмайды, және бұдан шағын мәтін құрастыруға келмейді екен, ал дұрысы қалай болады, қане көрейік. Спорттық жарыстарда төреші болады, ол тәртіпті қадағалайды, төреші әділ болуы тиіс. Көрдіңдер ме балалар? Яғни осылай жазылса, егер сөйлемдердің жаңағы сөйлемді мәтінді құрастырғанда оның сөйлемнің ішіндегі сөздердің орны мағынасына сай дұрыс келсе, мәтінде әдемі әрі бізге түсінікті болып беріледі екен. Келесі жаттығу, бұл сендерге аздаған сергіту сәті болсын, өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет дейді. Тік ұста бойыңды. Міне суретке қараңдар, тік ұста бойыңды. Жоғары соз қолыңды. Соз қолыңды тағы да жеткіз керек жалына. Отырайық жүрелеп, гүлді үзіп алайық, орнымыздан түрегеп, басқа гүлге барайық. Жақсы, кішкене сергіп алсаңдар, келесі жаттығу. Бұл 76-ші жаттығу екен, балалар, бізде қараңдар. Спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып қайта оқып көр. Яғни, оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс болды. Біздің сыныптан Арнұр Салтанаттар болды. Олар секіру жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді болды. Яғни бұл жерде ең көп қайталанатын сөз болды екен. Ал сөз мәтін әдемі, әрі кішкене, оның мағынасы кішкене түрленіп, әдемі болу үшін оған басқа сөздермен алмастыруға болады. Мысалы, оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан Арнұр Салтанаттар қатысты, яғни болды деген сөзді және біресе ұйымдастырылды мен алмастырдық, біресе қатысты мен алмастырылдық. Сөйлемнің мағынасына қарай. Олар секіру жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті. Міне болды деген сөзді бұл жерде өтті деген сөзбен алмастырдық. Бұл соңғы жаттығу балалар. Бұл жерде қараңдар. Әр торға тиісті сөздері бар допты енгізіп, екі топқа бөліп жаз дейді.
бірінші тор жұрнақ, екінші тор жалғау екен. Енді осыны талқылап көрейік. Бірінші сөз, бірінші допты қараңдар. Доп, т деген сөз. Түбірі доп, т деген қосымша жалғанды, бірақ сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Бәрібір сол бір доп туралы айтып жатырмыз. Яғни бұл жалғауға кетеді. Баскетболшы, яғни бұл жерде түбірі баскетбол, ш деген қосымша жалғанды, мағынасы өзгерді, яғни баскетбол деген жай ғана ойын болса, баскетболшы деген соны ойнайтын адам, яғни сөздің мағынасы өзгерді. Бұл жұрнақ екен. Өнерлі, өнер дегеніміз ол зат есім. Не? Өнер. Өнерлі дегеніміз өнерлі адам, мысал үшін, өнерлі бала, өнерлі қыз, яғни бұл сын есімге ауысты. Бұл жұрнақ екен. Ұшқыш, ұш дегеніміз етістік, ұшқыш деген біз зат есім алдық, яғни ұшқыш адам, мысалы. Ал көлге, көл дегеніміз түбірі жаңағы жай көл, көлге, ге деген жаңағы қосымша жалғанды, бірақ сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Досы, дос деген сөз кәдімгі дос, адамның досы. Деген қосымша жалғанды, бірақ сөздің мағынасы өзгерген жоқ. Қане тексерейік. Дұрыс, жақсы балалар. Міне, бүгінгі видеоның соңына дейін келіп жеттік. Менімен бірге соңына дейін видеоны тамашалаған болсаңдар көптен көп рахмет. Егер сендерге осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.